Қыздар, мен дейді мынандай пиндоштан осындай дүние алғанмын ғой, мынаның атын ал деп айтады. В общем, былай қойса былай су ағады, былай қойса былай су ағады. Сол, короче, менде дейтін андай бір күндері бүйтіп бір орында қатып қалды. Сосын ойлаймын, былай аударамын, вообще андай су ақпайды. В общем, қозғалмайды. Сосын ішінде алдында алғанда, коробкасын ашқанда, новыйдан келген кезде осындай шприц болды. Мен ойладым, мен мыналар шприц салып жіберген не істедім де қойдым, андай ойымда ештеңе жоқ. Сосын шприц жатты ана жерде. Сосын бір мезгілде терезенің алдына барып қарасам, мынаны домалатып қарасам, манағы су айналатында астында, короче, тесік бар екен. Представляете? Астында кәдімгідей қандай тесік бар. Сосын ох деп есіме түсіп кетті. Ойладым, сосын мына шприц не болса да құрдан құр салған жоқ. Ақыры осы шприцпен ішіне су құюға болатын болып тұр ғой деп отырып алдым да, кесеге су құйып алдым да, осылай жайлап ішіне су жіберсем, кәдімгідей су кетеді екен ішіне. Содан барып, әні көрдіңдер ма? Міне шприцпен құйғанда кәдімгідей ішіне су кетіп жатыр. Өзінің специальный тесігі бар екен. Сосын бардым да осылай бір 3 рет па 4 рет па осылай су құйдым да, бүйтіп шайқадым. Әрлі-берлі шайқап қарасам, анау дейтін, оказывается, дейтін су өзіме өзі бітіп қала ма, қалай екенін білмеймін. Басында келгенде жасап тұрған зат қой. Көп бір 2-3 күн болды осылай бір орнынан қозғалмай қалды. Содан барып есіме түсті ғой, анау дейтін не болса да ол құрдан құр салған жоқ, ақыры өзінің бір дүниесі болып тұр ғой деп. Соны не керек, соны тесігіне су құйып, кәдімгідей көзім ашылды, жақсы болды. Анауым дейтін қазір енді күшті болып қозғалып тұр. Былай қойсаң да төмен қарай ана ішіндегі песок ағады да кәдімгідей. Соны білмей жатқан қыздар болса, лайфхак, не үшін екен деген өзімше нем ғой, сендерге лайфхак болсын деген. А так манағыдай соны ойлап жатырмын, соны дейтін бас жетпейді, басында неге салды деп жүрсем, оказывается, осылай су құяды екен. Мен ойлап жүрмін ғой, оның тесігі суды шприцті мысалы ішіне салған күндерде тесігі болмай ма деп ойлап жүрсем, оказывается, тұрсап қарасам, ішіне тесігі бар екен, қыздар. Вот солай. Ал енді видео ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып кетіңдер, қыздар. Баршаңызға көп рахмет, осындай лайфхактармен бөлісіп тұрам.